Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, Аллах Тағаланың үйі, қасиетті мешіттерге қош келдіңіздер. Алла Тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін. Біз сіздермен бірге Алла Тағаланың осы қасиетті мешіттеріне жиналып, шамамыз келгенше шариғатымыздың құндылықтарын насихаттауға тырысудамыз. Біз сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін сипаттайтын имам Қади Ғият рахимахуллаху тағаланың Аш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа атты кітаппен дәріс бастаған болатынбыз. Сол дәрістерімізді ары қарай иншалла жалғастырайық. Біз дәл қазір өтіп жатқан баптарымыз ол Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды куәгер қыла отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ерекшелегенге қатысты аяттармен және осыған қатысты шариғат мәселелерімен бөлісіп жатырмыз. Және әдетте біз көбінесе осы бірден мәселеге кірместен бұрын шамамыз келгенше дініміздің құндылықтарымен бөлісуді жөн көреміз. Сол бүгін сіздермен бөліскім келетін маңызды мәселенің бірі ол мұғжиза деп аталады. Мұғжиза. Алла Тағала пайғамбарларға беретін ерекшелік. Бұл мұғжиза араб тілінде өзі негізгі түбірі ажиза деген сөзден шығады. Ажиза деген әлсіздік деген сөз. Не үшін әлсіздік деген сөзден шығады? Өйткені бұндай істі адам баласы істей алмайтын, адам баласы оны істеуден әлсіздік танытады деген мағынаны білдіреді. Алла субхана тағала жер бетіне келген кез келген пайғамбарға осындай ерекше мұғжиза береді. Мұғжиза беру арқылы оның шынайы пайғамбар екенін растайды. Мұғжиза деген зат, түсінікті болу үшін, әдетте адамның істей алмайтын әрекеттері. Әдетте адамдар ол нәрсе істей алмайды, бірақ Алла Тағала өзінің жер бетіне жүрген елшілерін немесе пайғамбарларын шынайы елші немесе шынайы пайғамбар екенін білдіру үшін осындай ерекшеліктер береді. Оны ғалымдар былай деп түсіндіреді, енді түсінікті болу үшін. Мысал үшін, біздің уақытпен бір мысал келтіріп өтетін болсақ, сосын барып ғалымдарымыздың пайғамбарлардың мұғжизасына қатысты келтірген мысалмен түсіндіретін боламыз. Мысал үшін, бізде елімізде немесе осы дәл қазір біз өмір сүріп жатқан 21 ғасырда мысалы жолда кетіп бара жатсаңыз, көлікпен кетіп бара жатқан кезде сіз жол ережесін бұзатын болсаңыз, сізді жол инспектор тоқтатуы мүмкін. Сіз жол шетінен шығасыз, сосын сіз сұрайсыз, сіз тоқтаттыңыз, мен ереже бұзған жоқпын, сіз кімсіз? Маған өзіңіздің жол полиция қызметкері растайтын құжатыңыз көрсет деп сұрайсыз. Сізге құжатын көрсетеді, сосын сіз оны растайсыз. Немесе тура сол сияқты сіз бір мекемеде жұмыс істеп жатсыз, өзіңіз кәсібін жүргізіп жатсыз. Сізге келеді адамдар айтады, бізге соңғы 6 айда жасаған салықтың отчетін көрсет деп сізге айтуы мүмкін, есебін. Сіз айтасыз, сіз кімсіз? Соған мен салық комитетінен келіп тұрмын айтады. Сіз салық комитетінен келіп тұрған растайтын құжатын көрсет деп айтады. Сіз оны көргеннен кейін барып, ол кісіні растауыңыз мүмкін. Осылайша бізде кез келген мекемеде осылайша қызмет істеле береді. Кез келген мекемеде осылайша қызмет істеле береді. Немесе сіз бір кісінің атынан бір жұмысын істеп жүрсеңіз, айтады, мынау бәленше деген кісінің жұмыстары, сен ол кісінің атынан жұмыстарын істеу үшін сен міндетті түрде біздің тілде қазір доверенность деп айтады ғой, бәленшенің атынан істеп жүрмін дейтін дәлелдейтін доверенностьің бар ма деп сұрайды. Сіз доверенность көрсететін болса, болып дұрыс екен деп қабылдап, әлгі кісінің жұмыстарын істеп жүргеніне сіз разылығыңызды білдіріп, жұмысын жалғастыра бересіз. Енді осы бірнеше мысал. Енді осыған ұқсайтын мұғжиза қандай дейтін болса, ғалымдарымыз айтады. Мұғжиза мысалы мынандай деп айтады. Мысалы ана жерде патша отырса, жоғары жақта. Сөйтіп патшаның орнына бір елші келсе дейді ғалымдарымыз. Сосын әлгі елші халықтың алдына шығып айтады. Патша, егер қазір мен айтып жатқан сөзім рас болатын болса, онда сіз оң қолыңызды көтеріңіз деп айтады. Сөйтіп елші отырады да патшаның атынан сөйлей бастайды. Біздің осы мемлекетімізде осындай заң қабылдандық. Патша рас па деп сұрайтын болса, патша оң қолын көтеретін болса, онда халық растайды. Патша өйткені кісіні қолдап отырғанын білдіреді. Ғалымдарымыз тура осы сияқты жер бетіне келген пайғамбардың Алла Тағала тарапынан келген шынайы пайғамбар екенін білдіру үшін осындай ерекшеліктер білдіреді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз қауымына келеді де айтады, мен пайғамбарым дейді. Халық тұрады да, пайғамбар болса, онда пайғамбарға тән бізге ерекшелік көрсет деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айды екіге бөледі. Пайғамбарымыз салсын негізі бізбен сіздер адам ғой, пайғамбардың қолынан келмейді ғой. Бірақ Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы елші екенін көрсету үшін осындай ерекшелік береді.
Әлбетте адам бұл нәрсе істеуі мүмкін емес, бірақ Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы зат береді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің пайғамбар екенін тағы бір көрсететін жайттардың бірі, мысалы соғыс алаңында, Ақсап соғысында болған жайттардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге жұмыс істеп жатқан кезде, Мадина қаласының бәрін орғазып жұмыс жүргізіп жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әлгі сахабалардың әйелдерінің біреуі ас дайындайды. Ас дайындаған кезде кейбір хабарда келгендей бір қойдың кішкене сирағы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірнеше күн ыстық тамақ жемегенін білген әлгі сахаба әйеліне тамақ дайындап қоюға бұйырады. Әлгі тамақ дайын болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жаңағы сахаба айтады: Аллахтың елшісі, біздің үйге жүріңіз, әйелім осыны ас дайындап қойды деп сыбырлап айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы сөзді естіген кезде әлі жұмыс істейтін сахабалардың бәрін шақырады. Ей сахабалар, жүріңдер, бәрінше дейміз, асқа шақырып жатыр деп айтады. Әлгі сахаба ұялып кетеді, енді қорқып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам асқа шақырған бір ғана кішкентай тамақ, қанша адам бар, сол қалай жетеді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы елдің бәрін шақыра бастаған кезде әлгі сахаба қатты уайымдайды, қалай жетеді екен деп. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ертіп әлгі сахабаның үйіне барады. Сөйтіп пайғамбарымыздың қазанды өзі қолына ұстайды да әлгі ыдыстан тамақ салып бере береді. Бір ерекшелігі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тамақ салып отыр, әлгі қазаннан тамақ таусылмайды. Сахабалар келіп жеп жатыр, таусылмайды, келіп жеп жатыр, таусылмайды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ғана кішкентай ғана сирақтың көлемінде ғана етпен бүкіл адамдарды тамақтандырады. Бұл да әдетте болмайтын зат қой. Мысалы сен бір табақ ет болса, сен өзің жейсің, болды, сен таусылмайды, тоймай қаласың даже. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жағдайында ол заттардың бәрі көп адамға жеткен. Осы заттың бәрін шариғатымызда мұғжиза деп атайды. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы заттарды береді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы пайғамбар екенін көрсету үшін. Және ғалымдарымыз айтады, жер бетіне келген қанша пайғамбар болса да, сол пайғамбарлардың ішіндегі ең мұғжизасы басым болған ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Өйткені жер бетіне қанша пайғамбар келсе де, мысалы үшін Мұса пайғамбар келген, Айса пайғамбар келген, басқа да пайғамбарлар келген, бірақ олардың мұғжизасының қасында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасы басым болғандығы жайлы айтады. Мысалы үшін қарасаңыздар, Мұса пайғамбардың қолында болған мұғжизасының бірі аса таяқ дейді ғалымдарымыз. Мұса пайғамбардың қолында аса таяқ, Алла Тағала осы Мұса пайғамбарға осы аса таяғын жерге тастаған кезде әлгі аса таяқ жылан болып кетті. Бірақ ерекшелік дейді, Мұса пайғамбардың аса таяғы дәл қазір уақытта жоқ, біз таба алмаймыз дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең үлкен мұғжизасы болған Құран кәрім әлі сақталған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасы, ең үлкен мұғжизасы Құран кәрім сақталған. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасының басқа пайғамбарлардың басым түсетін көрініс дейді. Айса пайғамбарға Алла Тағала ерекшелік берген. Айса пайғамбардың заманында медицина өте қатты дамыған уақыт болған. Сөйтіп Айса пайғамбарды адамдар емдеген дейді ғалымдарымыз. Айса пайғамбардың алдынан келген алапес адам болса, сол алапес адамды Айса пайғамбар сипап емдеген. Көзі көрмейтін адам келсе, Айса пайғамбар ол кісінің көзін сипап емдеген дейді ғалымдарымыз. Бірақ салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Айса пайғамбар көзі көрмейтін адамды емдеген дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса, көз жанары сыртқа шығып кеткен адамның жанарын қайтадан қайтарған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соғыстарының бірінде, ғазауаттардың бірінде, Хайбар соғысында бір сахабаның көзі ағып кетеді. Енді көз ағып кетті деген сөз, көз көрмей қалды деген сөз ол негізінде. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекшелігі, мұғжизасы әлгі сахабаның көзін қайтарып сипап жүрген кезде көзі қайтадан көріп кеткен дейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз көзін сипағаннан кейін әлгі сахабаның көзі одан саман жақсы, өткір көретін болған деп әлгі сахабаның өзі айтқан дейді. Осыған сүйенетін болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасы бүкіл пайғамбарлардан басым түседі. Сонымен қатар пайғамбарларға тән бір ерекшеліктердің бірі, Алла Тағала пайғамбарларды пайғамбар болмай тұрып күнәлі істен сақтайды. Жер бетінен келген пайғамбарлар пайғамбар болмай тұрып та Алла Тағала оларды күнәлі істен сақтайды. Мысалы біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болмай тұрып та күнәлі істен ада болған. Мысалы сіздер ешқашан естімейсіздер, бір пайғамбардың пайғамбар болмай тұрып араққа сылқиып тойып жүріп деген нәрсені естімейсіздер. Немесе пайғамбардың пайғамбар болмай тұрып зинақорлыққа батты деген сөз естімейсіздер.
немесе бір пайғамбар болмай тұрып құмар ойын ойнап жүрген адам деген сөз естімейсіздер. Біз сияқты адамдарды дінді білмей тұрып, шариғаттың үкімдерін білмей тұрып, немесе сондай бір ортада өссек, мысалы арақ ішетін ортада, немесе құмар ойынға жақын ортада өсетін болсақ, сол ортаның әсерінен біз мүмкін арақ ішуіміз мүмкін карта ойнауымыз мүмкін, немесе тағы басқа істеуіміз мүмкін, бірақ пайғамбарды Алла тағала сақтайды. Бұндай сақтауды шариғатта ирхас деп атайды. Алла тағала өзінің мейірімділігімен пайғамбарларды кішкентай кезін тәрбиелейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі де қанша енді жас бала болып кішкентай қызығып бір-екі көңіл көтеретін әрекеттер істейін деген кезде Алла тағала пайғамбар тосып қойған. Мысалы екі ғана мысал айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мен Мекке қаласында балалық шағымда кезектесіп қой бағатын едім дейді. Пайғамбарымыздың серігі бар, екеуі кезектесіп Мекке халқын қойын бағып жүрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күні кешке қарай мынау адамдар жиналып, бізде отырады ғой, мысалы үшін кафелерде адам жиналады, кешке қарай әңгімелесіп отырады ғой. Сондай әңгімелесуге баратқан кезде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ұйықтатып қойған дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кешке бармай жатып, Алла тағала пайғамбарымыздың ұйқысын келтіріп, пайғамбар ұйықтап қалған, ұйықтап қалды, сосын барып мені күннің көзі көзіме түскеннен соң сол нәрсе оятты дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кешке барамай қалған. Тағы бір риуаяттарда келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен өзім көкелеріммен жұмыс істеп жатқан кезде көкелерім біреусі айтты: ей Мұхаммед, үстіндегі киімін шешіп иығыңа қойсаң, тас қойған кезде иығыңа батпайды, сөйтіп жұмыс істейтін болсаң, саған жұмыс істеу жеңіл болады деп айтты дейді. Сөйтіп үстіндегі киімін шешейін деген кезде бір құдіретті күш келіп, мен киім шеше алмай қалдым дейді. Әдетте біз ер кісілер ауыл жерде жұмыс істеген кезде кейбір кезде үстіндегі майканы шешіп тастап жұмыс істейміз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жұмыс істейін деген кезде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға денесін көрсетпеген. Денені көрсету шариғат бойынша да мысалы кіндіктен жоғары болса, ешқандай әбестік жоқ болса да, бірақ пайғамбардың дәрежесіне бұл нәрсені Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сақтаған. Сол себеп құрметті бауырлар, осы ирхас деген нәрсе ол пайғамбарларға тән. Пайғамбарлар пайғамбар болмай тұрып та Құдай тағала күнәлістен сақтайды. Олай болса, жаңа айтқанымыздай бізде мұғжиза бар. Мұғжиза міндетті түрде тек қана пайғамбарларға тән затты айтады. Екінші бізде ирхас деген ұғым бар. Ирхас дегеніміз Алла тағала пайғамбар болмай тұрып пайғамбарлар күнәлістен сақтайды. Бұл тек Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға да, Айса пайғамбар және басқа да пайғамбарларға тән нәрсе. Пайғамбарлар Алла тағала күнәлістен сақтайды және ерекшеліктер беріп қояды. Сонымен қатар бізде шариғатымызда әдеттен тыс болатын заттардың бірін бір мағуна деп атайды. Мағуна деген зат қарапайым біз бен сіздер сияқты адамдарды Алла тағала кей кезде қорғайды. Мысалы үшін әрқайсымыз басымыздан өткен шығар, ауыл жерде көшеден босанып кеткен ит артымыздан қуалаған кезде биік дарбаза дейміз ғой, енді бізде ворота деп жатады, қақпа деп жатады, содан секіріп кететін кездер болады. Ертесі күнге сол жаққа келіп қарайтын болсаң, сен секіре алмайсың. Бірақ Алла тағала саған сол кезде бір күш берді, құдірет берді. Қалай болған белгісіз, сен аман қалдың. Немесе бір андай көлікпен кетіп бара жатқан кезде, далаға шыққан кезде сен тура қасынан аяқта көлік соғылып өтіп кетті, сен оған тимей қалдың. Құдай тағала сақтады. Қалай істеген белгісіз. Немесе бір столб құлайды, немесе шифр құлаған кезде сен сәл неғып тұрып қалдың, 5 сантиметр жерде тимей өтіп кетті. Құдай тағала қорғады. Ондай зат әрқайсымыздың басында өткен шығар, әрқайсымыздың басымызда ондай жағдай көп болады. Алла тағала келгісі өздерінің құлдарын осылайша қорғайды. Ол міндетті түрде тақуа болу шарт емес. Тіпті күнәһар болсаң да Алла тағала кейбір кезде өзінің пенделерін осылайша қорғап алады. Оны шариғатымызда мағуна, Аллахтың жәрдемі деп айтады. Сонымен қатар біздің шариғатымызда Құдай тағалаға ерекше құлшылық істеп, Алла тағала бойсынған құлдарға беретін ерекшелік бар. Оны шариғатта карамат дейді, немесе қазақша керемет деп жатады. Әулие кісілерге беретін Алла тағаланың ерекшелігі. Пайғамбарларға емес, Құдайға құлшылығымен, тақуалығымен, ізгілігімен, дұрыс мінез құлқымен жаққан адамдарға Алла тағала ерекшелік береді, күш құдірет береді. Мысалы үшін Омар ибн Хаттаб бұл кісі сахаба болған, бұл кісі пайғамбар емес, сол себепті олар мұғжиза істеу мүмкін емес. Бірақ Алла тағала Омар ибн Хаттаб сияқты кісілерге карамат берген. Карамат деген сөз ерекшелік деген сөз. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінен берік болса, шариғаттың шеңберіне сай амал істейтін болса, Алла тағала ондай адамдарға ерекшелік береді. Оны шариғатымызда карамат деп атайды. Мысалы үшін Омар ибн Хаттабтың заманында
Мысыр елі мұсылмандардың қол астына өтеді. Сол Мысыр еліне кірген Амр ибн Ас деген сахаба болады. Бір күні Амр ибн Ас өзінің несіне патшасы, мұсылмандардың әміршісі Омар ибн Хаттаб хат жасады. Ей Омар, Ніл өзені кеуіп кетті дейді. Кейбір риуаятта Ніл өзені тасыды деп айтады, кейбір риуаятта Ніл өзені керісінше кеуіп кетті деп айтады. Ніл өзені білесіздер, әлемдегі ең үлкен өзен, және Мысырдың халқы түгел сол өзенге тәуелді. Егер Ніл өзені су болмайтын болса, Мысырдың халқы қиналып қалады. Және Ніл өзенінің ұзындығын білесіздер, 3-4 мемлекеттің үстінен өтіп жатқан ұзын әлемдегі өзен, кең ұзындығы жағынан. Өзімізде сол Мысыр еліне ілім алған соң білеміз, Мысыр еліне Ніл өзені қаншалықты маңызды екеніне байланысты. Сөйтіп Ніл өзені қатты қуаңшылық болған кезде суы азая бастайды дейді. Су азая бастайды. Сол кезде Амр ибн Ас Омар ибн Хаттаб хат жазады. Ей Омар, Ніл өзені кеуіп жатыр, су азайып жатыр. Халық қиыншылыққа келіп жатыр. Өйткені Мысыр елі ол екінші байланысатын жер. Мысыр елінде 4 мезгілде не шығады? Өлімдер шығады. Біздің елде тек қана осы қазір көктем уақыты келеді, енді егіп бастаймыз, күзде орамыз бұл тоқтайды ғой. Ал Мысыр елінде 4 маусым бойы өнім ала береді. Өйткені Нілдің жағасында орналасқан себепті көп егін егуге мүмкіндік береді. Өстіп қиналып жатырмыз деп хат жазады. Сол кезде Омар ибн Хаттаб Ніл өзеніне хат жазады. Енді ойлаңыздаршы, Омар ибн Хаттаб Ніл өзеніне хат жазады. Сөйтіп айтады: ей Ніл, Раббыңнан қорықта, арнаңа тол деп хат жазып жібереді. Осы хат келген кезде әлгі Амр ибн Ас болса, нені хатты алып, әлгі Ніл өзенін жібереді дейді. Осылайша салады. Осылай салған кезде сол сәтте Ніл өзені өз арнасын тола бастайды дейді. Біз енді айтып отырмыз қой, бұл нәрсе үлкен сахабаларға, әулие кісілерге тән нәрсе. Шариғатымыз оны жоққа шығармайды, Алла сонда ол нәрсені білдіртіп қояды тақуа кісілеріне. Немесе осы Иса пайғамбардың анасы Мариям анамыз. Мариям анамыз білесіздер, оның дүниеге келместен бұрын анасы ұл болады деп күтеді. Сол ұл болған немені, баламды құлшылыққа беремін деп ойлайды. Бірақ Алла Тағала оны ұл емес, оны қыз қылып дүниеге алып келеді. Кейіннен оның әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін сол Мариям анамыздың әкесі мен Закария пайғамбар екеуі бір-біріне бажа болады. Сол Закария пайғамбарға қалдырып кетеді. Сол Закария пайғамбар бір күні Мариям анамызға кірсе, Мариям анамыз алдында жемістер тұр. Ғалымдардың айтуы бойынша Мариям анамызда тұрған жеміс қыстың күні жаздың жемісі, жаздың күні қыстың жемісі тұрады дейді. Осы мәселе, яғни сол кезде Закария алейхиссалам Мариям анамыз алдына кіреді, таңғалады. Айна ләки хаза, Құранға келген сияқты, анна ләки хаза, ей Мариям, бұл жеміс сен қаяқтан алдың деп сұрайды. Енді түсінікті болу үшін қыстың күні жаздың жемісі, жаздың күні қыстың жемісі деген сөз, білесіздер, әсіресе көп жеміс өсетін тропикалық жерлерде жемістер екіге бөлінеді. Жазда пісетін және қыста пісетін. Мына цитрусовый жемістер, мандарин, апельсин, грейпфрут деген сияқты заттар, бұлар көбінесе қыстың уақытысы піседі. Егер байқасаңыздар, бізде неге мектепте Новый годта подарок бере бастайды мектептегі балаларға? Неге бәрін апельсин береді? Өйткені апельсиннің сол уақыт пісетін уақыттары ғой негізінде. Қазір бітіре салайын бір минут. Осы Мариям анамыз алдында жаздың күні келсе, цитрусовый жемістер толып тұрады. Негізі қыстың жемісі олар. Ал не күні келетін болсақ, жаздың күні келетін болса, кеше қыстың күні келетін болса, оның алдында қарбыз сияқты, яғни неде жазда пісетін өнімдер толып тұрады. Осы Мариям анамыз біздің айттық, біздің сеніміміз бойынша әйел адам пайғамбар болу мүмкін емес. Әйел адам пайғамбар болмайды. Бірақ Мариям анамыз әулие кісі болған. Сөйтіп Алла Тағала ол кісінің алдына осындай ерекшелікті беріп қойған. Сол себепті құрметті бауырлар, шариғатымыздағы 4-ші әдеттен тыс болатын затты шариғатымыз карамат немесе керемет деп атайды. Ол осылайша әулие құлдарына Алла Тағаланың беретін ерекшелігі. Олай болса, құрметті бауырлар, біз бастаған мәселе пайғамбарларға тән ерекшелік, мұғжизадан түсіндірдік. Әдеттен тыс болатын нәрсе, Алла Тағала пайғамбарларға мұғжизаны береді, өздерінің шынайы пайғамбар екенін растау үшін дегеніміз. Сонымен қатар түсіндірген бір-екі мәселе болды. Ол ирхас дегеніміз, Алла Тағала пайғамбарларды пайғамбар болмай тұрып, ерекше іс-әрекеттер нәсіп етеді, сол арқылы оларды күнәлістен сақтайды дегеніміз.
сонымен қарапайым әрқайсымыз сияқты адамдарға алла тағала жәрдемі болады. Шариғатта оны мағунжа деп атайды. Алла тағала өзінің сүйікті құлдарына әр кезде жәрдем беріп отырады. Сонымен қатар ерекше тақуалығымен, мінез құлқымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үстіне берік болған құлдарына да ерекшелік береді. Оны бізде шариғатымызда карамат деп атайды. Жаңағы Омардың, Мариям анамыздың, басқа да сахабалардың өмірбайында осы заттар өткен болатын. Жаңағы Омардың айтқанымыздай, Омар радиаллаху анху басынан өткен оқиға Ніл өзенінің арнасынан толуына қатысты баяндап өткен болатынбыз. Содан кейіннен осы оқиғаны бірінші естіген кезде біздің ауылымызда, мен Ақши дейтін ауылдан боламын. Сол ауылда бізде Күрті дейтін өзен бар да, Күрті дейтін өзен бар. Сол Күрті өзенінде кейбір кезде су қатты азайып кетеді. Ана қатты азайғаны арнасында белгілер тұрады, сол қатты азайып кеткенін байқауға болады да, Күрті өзені қатты азайып кетеді. Сол Күрті өзеніне барған кезде тіпті кейбір кезде адамның тізесіне дейін су жетпей қалатын кездер болады. Өйткені жан жағында мал ұстайтын фазендалар бар, огорет суғаратын кісілер бар. Солардың бәрінің салдарынан өзеннің суы азаяды. Сол кейбір кезде ойлайтын, егер біздің заманымызда да Омар сияқты бір кісілер болған болса, біздің де Күрті өзеніне келіп жаңағы дұға айтатын болса, ей Күрті, Раббыңнан қорық, арнаңа тол деген сияқты сөздер айтатын болса, біздің де ауылдағы өзеннің жағдайы жақсарып қалатын еді деп. Сол сияқты құрметті бауырлар, осы Омардың ерекшелігі де жаңа айтқанымызда әдетте болатын зат емес қой. Өзен бірден толып кету деген нәрсе ол Құдай тағаланың құдіретімен болмаса әдетте іске аспайтын дүниелердің бірі. Сонымен қатар құрметті бауырлар, кейбір кезде Алла субхана тағала кейбір адамдарды одан саман қорлайтын кездер болады. Қорлайды. Олардың істеп жүрген істерінің қате екенін баяндау үшін, халықты одан ескерту үшін қорлайтын кездер болады. Шариғатта оны ихана деп атайды. Мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде және пайғамбарымыз дүниеден қайтқан соң Мусайлима кәззаб деген кісі өткен. Мусайлима кәззаб ол өтірікші және өзін пайғамбармын деп атаған адамдардың бірі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі айтқан, көз тірісі кезінде менен кейін 30 жалған пайғамбар шығады деген. Соның бірі осы Мусайлима кәззаб деген кісі. Сол кісі әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай зат істеген болса, мен де істей аламын деп өзін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам теңестіруге тырысқан. Бірақ Алла тағала ол кісінің масқарасын шығарған. Жаңа мен сіздерге айттым ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға соғыс кезінде көзі ағып кеткен кісі келген кезде пайғамбарымыз көзін қайтарып, көзі қайтадан көріп кеткен. Бізге ол нәрсе келді және пайғамбарымыз соны істегеніне біз сенеміз. Мусайлимул кәззабты мен де Мұхаммед сияқты адамдардың көзін көрсетем, көздері қайтадан көретін болады, емдеймін деп жар салады. Алдына бір іс келген кезде жаңа көзін емдеймін деп керісінше екі көзі көрмей қалады. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи емдеп жүр ғой, бұл кісіні керісінше Алла тағала абыройын айрандай төккізіп, өзінің жалған өтірік екенін елдің көзінше масқара етеді. Бұны шариғатта құрметті бауырлар ихана деп атайды. Алла тағала осылайша адамдардың абыройынан айрандай төгеді және оның жалған пайғамбар екені тағы да анық болды. Енді олай болса құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екенін растайтын ең үлкен нәрсе мұғжиза екенін баяндадық. Мұғжизаның негізгі беру себебі пайғамбарымыздың шынайы пайғамбар екенін білдіртудің жолы осы екенін айтып өттік. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең үлкен мұғжизасы не деген сұрақ туатын болса, ғалымдар айтады. Пайғамбарымыз ең үлкен мұғжизасы құрметті бауырлар ол Құран кәрім. Қанша жер бетіне пайғамбарлар келсе де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саусақтарынан соң су шықса да, пайғамбарымыз айды екіге бөлсе де, басқа зат айта берсек те, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең үлкен мұғжизасы құрметті бауырлар Құран кәрім. Құран кәрімге тең келетін мұғжиза жоқ дейді ғалымдарымыз. Және Құран кәрімді мұғжизатын холидатын, мәңгі қалушы мұғжиза деп сипаттаған. Енді Құран кәрім қалай мұғжиза болады деген сұрақ туатын болса, ғалымдар айтады. Алла тағала қасиетті Құран өзін мұғжиза қылған дейді. Сіздер қасиетті Құран оқыған кезде білесіздер, кейбір сүрелердің бастарында бізде жай әріппен басталатын сүрелер бар. Мысалы көпшілік халық білетін Ясин сүресі. Екі әріп, я және син дейтін әріп. Немесе көпшілік халық білетін Бақара сүресі Алиф, Лам, Мим. Осыған сияқты Құранда 27 сүре бар, оны хуруф мұқаттағы әріптермен басталатын сүрелер. Әріппен басталады. Мысалы Ха, Мим, 7 сүре бар. 7 сүре бәрі Ха және Мим әріппен басталады. Және немесе Алиф, Лам, Ро деген сияқты сүрелердің әріппен басталатын сүрелер кездестіреміз. Енді ғалымдар айтады, неге Алла субхана тағала Құранды, қасиетті кітапты белгісіз әріптермен бастайды? Бірінші келе салатын дүние, бұл әріптердің мағынасын Аллахтан басқа ешкім білмейді.
Сіздер естулеріңіз мүмкін, кейбір былай деп айтады: алиф деген Аллах, ләм деген Жибрил, мим деген Мұхаммед деген сөз естуіміз мүмкін. Бірақ жаңа Ясин деген сөз, я Саид, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аты деген сөздер айтуыңыз мүмкін. Немесе Тоха да Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху аты деген сияқты сөздер естисіздер. Бірақ ақиқатында бұл сөздердің мағынасын Аллахтан басқа ешкім білмейді. Не үшін Алла тағала Құран осылай бастады деген кезде ғалымдар былай деп айтады: бұл әріптер тікелей арабтарға бағытталған дейді. Ей арабтар, Алла тағала сендердің күнделікті қолданып жүрген 28 әріппен теңдесі жоқ кітап түсірді дейді. Сендерде де сол мүмкіндік бар, 28 әріп сендерде бар. Егер бұл кітапты Мұхаммед өз ойынан шығарған болса, сендерде возможность бірдей, сендерде осы Құран сияқты нәрсе шығарыңдар деп айтады. Алла тағала Құранда қаншаны шақырады. Құран сияқты 10 сүре келтіріңдер, 1 сүре келтіріңдер, 1 аят келтіріңдер деп арабтар шақырады. Арабтар сол уақытта шешендік өнер, арабша фасоха деп атайды, дамыған кезде осы Құранға еш нәрсе келтіре алмаған. Сол себепті Құранның ерекшелігі, құрметті бауырлар, 28 әріп бар. Сол 28 әріптен ғана құралған кітапты ешқандай адам баласы келтіре алмаған. Құраннан әлі үшін қанша қателік іздесе де адамдар Құраннан қателік таба алмайды. Мейлі ғылыми қателік болсын, немесе грамматикалық қателік болсын, немесе үкім жағынан болсын, Құраннан қателік табу мүмкін емес дейді. Сол Алла тағаланың пайғамбарымыздың берген ең үлкен мұғжизасы, құрметті бауырлар, ол Құран кәрім. Мәңгілік сақтайтын Құран кәрім. Сол себепті пайғамбарға түскен ең үлкен нығмет, ең үлкен мұғжиза, құрметті бауырлар, ол Құран кәрім есептеледі. Арабтардың ешқайсысы Құран сияқты еш нәрсе алып келе алмаған. Ал енді пайғамбарымыз ең үлкен мұғжизасы Құран болатын болса, сосын барып пайғамбардың қалған мұғжизасын ғалымдар екіге бөлінеді. Бірінші мұғжизасы пайғамбарымыз өз ішінде болған мұғжизалар, екінші пайғамбарымыздың сыртында болған мұғжиза түсіндіреді. Ішінде деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы үшін кейбір кезде сөз сөйлеген кезде, біз Шамаил кітаптарының дәрісінде айтқан болатынбыз, пайғамбарымыз саллаллаху аузынан нұр шығатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам терлеген кезде пайғамбарымыздың терінен хош иіс шығатын болған. Бұл пайғамбарымыз өзінің болмысында бар. Тіпті пайғамбарымыз айтады: мен намазда тұрған кезде арт жағынан сендерді көріп тұрам дейді. Егер саптардың түзу болмайтын болса, шайтан сенің араларың жүреді деп пайғамбарымыз айтқан болатын. Пайғамбарымыз арт жағында көз жоқ қой. Бірақ бұл да Алла тағаланың пайғамбарымызға берген ерекше мұғжизасы, құрметті бауырлар. Алла ерсі алтын көре алған. Бұл пайғамбарымыз өз болмысында ішінде болған мұғжизасы деп сөйледі ғалымдарымыз. Ал пайғамбарымыз сыртында болатын мұғжизасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айды екіге бөлінуі, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір Хайбар соғысынан кейін яһудтардың алдына тамақ жеуге барған кезде әлгі яһуди әйел пайғамбарымыздың алдына уланған қой береді. Кәдімгі отқа қақтырылған қой, бірақ уланған болады. Сөйтіп пайғамбарымыз әлгі қой жин деп жатқан кезде әлгі қой сөйлейді: ей Мұхаммед, мен жеме, мен уланғаным деп айтады. Негізі әлбетте біздің алдымызға баран навертеле келетін болса сөйлемейді ғой, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекшелігі сөйлеген. Сол кезде әлгі яһуди әйел шақырып сұрайды: сен неге пайғамбарға уланған қойды бердің деп. Сол кезде әлгі әйел айтады: егер бұл Мұхаммед шынайы пайғамбар болса, онда Құдай оны сақтайтынын білгем дейді. Ал егер ол өтірікші біреу болған кезде өтірігінен тезірек құтылайын деп ойладым деп әлгі әйел кісі айтқан дейді. Сол себеп, құрметті бауырлар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжизасы сөз қозған кезде осылайша бөлсек болады. Пайғамбарымыз ең үлкен мұғжизасы ол Құран кәрім. Сосын пайғамбар қалған екінші мұғжизасын Алла елшінің өзіне тән мұғжизалар, затында болмысында бар мұғжиза. Екінші мұғжизалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сыртында болған мұғжизалар. Осылайша біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шынайы пайғамбар екенінің көрінісі Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды шынайы пайғамбар екенін дәлелдейтін мұғжизамен қуаттап қойған. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар екенін ешқандай, құрметті бауырлар, күмәніміз жоқ. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасы көп болса, Алла тарапынан шынайы пайғамбар екенін ешқандай күмән қалмайтын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөздеріне ешқандай күмәнсіз амал істей беру керек. Өйткені пайғамбарымыздың Алла тағаладан келген пенде екеніне қатысты мұғжизасы өте көп. Егер мұғжизасы көп болатын болса, Алла тағала тарапынан шынайы елші екеніне бәрі расталған болатын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аузынан шығатын сөзде, істеген істерде Алла тарапынан қуатталған екенін нақтылайтын нәрселердің бірі есептелінеді. Алла тағала баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне берік болып, соны насихаттап, өмірімізде қолданып баршамызға нәсіп етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.